Хазіретті Хадишаның шак келтірместен иман айтып мұсылмандықты қабылдауы Мұхаммед пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам үлкен қуанышқа кенелтті. Жігерін жаныды. Жер жүзінде өзін мойындаған иманға ұйыған біреудің болуы неткен бақыт. Пайғамбарымыздың исламға шақырған екінші адамы тағы да ет жақындарынан жас бала Әли болды. Ол 4-5 жасында бала шағынан бастап Әзіретті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам тәрбиесінде болған. Өзі құралпы балалардан адамгершілік, ақылдылық, тәрбиелілік жөнінен оқ бойы озық тұруы соның көрінісі іспетті. Кішкентай Әли бір күні Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мен Хадишаның намаз оқып жатқанын көріп қалады. Намаз аяқталғанша аңтарылып қарап тұрады да бітірген соң: "Бұл жасағандарыңыз не?" деп сұрайды. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: "Уа Әли, бұл Алланың өзі қалаған дінінің талабы. Мен сені де бір Аллаға иман келтіруге шақырамын. Адамға пайдасы жоқ, зияны да жоқ пұттарға, Лат пен Узаға табынуды бүгіннен бастап доғар дегім келеді." Әли көзін төмен салып ойланып қалды. Аз кідірістен соң: "Менің өмірімде естімеген нәрселерімді айттым. Әкем Әбу Талибпен ақылдасып көрейін" деді. Алайда пайғамбарымызға әлі дініне ашықтан ашық шақыруға рұқсат берілмеген еді. Сол себепті Әлиге: "Уа Әли, менің айтқандарымды қабылдағың келсе, ешкімге тіс жармастан қабылда. Ал егер жасағың келмесе, онда ер көзіңде тек көрген білгеніңді ешкімге айтушы болма" деп ескертті. Әли ардақты пайғамбардың ескертуінен соң сырды сақтайтындығын айтып уәде берді. Бірақ сол түні ойға беріліп дөңбекшумен болды. Таң арайлап атқан шақта Әзіреті Әлидің көңілінде шуақты ой орнықты. Бала көңілі батыл шешімге келген еді. Таң сәріден Алла Расуліне барып түйінді ойын жеткізді. "Алла мені жарататын кезде Әбу Талибтен рұқсат сұраған жоқ қой. Мен де енді құдіретті күшті жаратушы иеме ғибадат ету жайында әкеммен ақылдаспаспын. Ерсілік бола қоймас" деп тоқтамын білдіріп мұсылман болды. Ең алғашқы бала мұсылман атанған Әли радиаллаху анху. Сол кезде небәрі 10 жаста еді. Абайлау әрдайым қажетті қасиет. Әсіресе қандай да болсын жаңа істі бастауда абай болу өте керек. Әр нәрсені мейлі ол шындықта болса барлық жерде жария етуге болмайды. Мұхаммед те саллаллаху алейхи уассалам: "Үйренгеніңді ешкімге айтпа" деп Әлиге ескерткенде, жаңа істе дін таратуда сақ болудың үлгісін көрсеткенді. Алланың ақ жолын уағыздауда қоғамдық, әлеуметтік шарттарды ескерте отырып, ақырын жүріп анық басу біздің заманымызға да керек өлшем. Иман шәрбатымен сусындау бақыты Хадиша мен Әлиден соң бір кездері сүйікті пайғамбарымыз асырап алған Заид ибн Харисаға бұйырды. Мұсылмандыққа мойынсұнғаннан кейін Әзіретті Әли, Әзіретті Заидтің Расулаға деген сүйіспеншіліктері бұрынғыдан да арта түсіп, пайғамбарды өнеге тұтты. Иманнан нәр алған екі жас ғибадаттарында Әзіреті Мұхаммед пен саллаллаху алейхи уассалам бірге орындайтын. Үшеуі бірге қасиетті Қағбаға барып намаз оқитын. Пайғамбарымыз ислам дінін көпшілікке ашық жарияламаса да, мүшриктер саусақпен санарлық мұсылманның Қағбада намаз оқығандарын жақтырмаған, өзгеше ғибадат жасағандарға тыжырана қарап ұнатпаған. Мұны байқаған Хазіретті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам көбінесе Әзіретті Әлимен бірге намаз ғибадаттарын қырда, тау мен тастың қалқасында, көпшілік көзінен таса жерлерде жасаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасынан бір елі айырылмаған соң Әлидің әке-шешесінің көңіліне күдік ұялайды. Әсіресе анасы Фатима қатты қауіптеніп күйеуіне: "Ұлың Мұхаммедпен күндіз-түні бірге бірдеңеге ұрынып қалып жүрмесін" деп уайымын білдірді. Әбу Талиб саспай салқын қандылығына салып жағдайды пайғамбарымыздың өзінен естігенді жөн көрді. Осы мақсатпен Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мен ұлының ізіне түсті.
Олардың жазық далада екеуден екеу намаз қылып тұрғандарын көрді. Әбу Талиб келген бетте екі дүниенің сұлтаны Әзіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам қарап: «Ей бауырымнан қалған жалғыз тұяқ, сені асылдың сынығына балаймын, бірақ мен түсінбейтін бір нәрсе бар. Осы сенің уағыздап жүргенің не дін?» деп сұрады. Пайғамбарлар падишасының жауабы: «Көке, мына дүниедегі жанымдай жақсы көретін жандардың бірі өзіңізсіз. Бұл дін Алланың діні. Періштелердің, пайғамбардың және арғы атамыз Ибрахимнің діні. Құдіретті күшті Алла осы ақиқатты тарату үшін маған жауапты міндет жүктеді. Тура жолға шақыратындарымның және менің үндеуіме алғашқы боп үн қосатындардың қатарында сіз де барсыз. Сіз бұған ең лайықты адамсыз. Пұттарға табынғанды қойыңыз. Бір Аллаға иман келтіріңіз». Әбу Талиб біраз ойланып тұрды да: «Мен ескі дінімнен айырыла алмаймын, бірақ саған кедергі де болмаймын. Сен өз білгеніңді ұстан. Мен аман тұрғанда ешкім сенің жолыңа көлденең тұра алмайды. Уәдем деді. Сонан соң Әлиге бұрылып: «Ұлым-ау, сенің ұстанған дінің не?» деп сұрады. Әзірет Әли: «Әке, мен Аллаға және елшісіне иман еттім. Алланың нәбиінің жаратушысынан алған хабарына сеніп мойынсұндым. Расулға үйіп намаз оқыдым» деп жауап берді. Ұлының жауабын ден қойып тыңдаған Әбу Талиб: «Ұлым, үміт еткен көзімнің нұры сенсің. Мұхаммед саған бөтен емес. Туысқан болып бір-біріңді жаттай сыйламасаңдар, өзгелерден жақсы қарым-қатынас күтпей-ақ қойыңдар. Ағаңның айтқанын мақұлдап, оның дініне өз еркіңмен кіргенің жөн-ақ. Сол сені тек жақсылыққа шақыратынына сенемін. Мойынсұнған екенсің, айтқандарын екі етпе. Мен сендердің сырттай тілеулестерің болуға жарасам болды емес пе?» деп Әзіреті Мұхаммедті, ұлы Әлиді де қуантып тастады. Сонымен келген ізімен кері қайтты. Үйде Фатима күйеуін дегбірсіздене тосып отырған Әбу Талиб табалдырықтан кірер-кірмес бас салды. «Қайда ұлым, неге ертіп келмейсің?» Қызметшінің айтқаны рас болса, біздің Әли Мұхаммедпен бірге жият алқабында өзгеше құлшылық қылып жүр дейді. Не деген сұмдық, елдің бетіне қалай қараймыз?» Әбу Талиб мұнан ары сөйлеуге шамасын келтірмеді. Көкесінің баласына бас көз болу, көмектесу Мұхаммедтің міндеті. Бауырына қолдау көрсеткеннің несі айып? Егер Әбдімұталиптің дінін тастау үшін нәпсімді жеңе алсам, Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам жолын бірінші болып мен қабылдар едім. Өйткені ол әмин, халим әрі тахир. Әмин сенімді, халим жұмсақ мінезді, тахир таза пәк.